Менің атым Айым. Мен кең далалы әсем елде тұрамын. Мен гүлдерді жақсы көремін. Бір күні мен алма ағашының түбінен бір ерекше тасты тауып алдым. Ол жай тас емес еді. Ол қолымда жылып жарқырай бастады. Мен тіпті оның сыбырын естідім. Сиқырлы жарық маған айтты: егер мен жақсылық жасасам, ол күшейе түседі деді. Мен әжеме көмектестім. Мен кішкентай мысыққа сүт бердім. Жүрегім қуанышқа толды. Бір күні аспанды қара бұлт торлады. Балалардың көңілі түсіп кетті. Мен барлығы бақытты болса екен деп тіледім. Сол сәтте күн күлімдеп шықты. Барлығы қайтадан қуанды. Сонда мен түсіндім. Нағыз сиқыр біздің жүрегімізде.